Бұл қара файл. Мұнда шындық жасырылмайды. Ал кейде ол тым кеш ашылады. Ол қарапайым шетелдегі офис жұмысын армандаған еді, бірақ өзін Лаоста 8 адамдық бөлмеде күзетпен және еркіндіктен айырылған күйде тапты. Тіпті өз еркімен ешкім қабылдамайтын міндеттерге мәжбүр болды. Сегодня, правда, я смогу протерпеть, но на завтра я не знаю, я не смогу. Соңғы жылдары тмд елдерінде жаңа емес, бірақ қауіпті тренд тез өсіп келеді. Жас қыздарды жиі араб елдеріне және оңтүстік шығыс Азия елдеріне жоғары жалақымен жұмысқа шақырады. Жұмыс берушілер алтын тауларды, қонақ үйлердегі қызметтерді, бишілер, аниматорлар, офис менеджерлер лауазымдарын және $2000 бастап жалақыны уәде етеді. Тегін тұрғын үй, жеңіл жұмыс кестесі және толық қолдау. Шарттар өте тартымды, әсіресе жұмыс орны жоқ ауылдық жерлерден келген қыздар үшін. Бірақ мұндай әдемі хабарландырулардың артында мүлде басқа әлем жатады. Қыздардың паспорттарын тартып алып, күніне 20 сағат жұмыс істеуге мәжбүрлейтін. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресейден келген көптеген қыздар белгісіз жоғалып кетеді, туыстарына өздері не болғанын айтып үлгермейді. Бүгін мен сіздерге шын оқиғаларға негізделген 2 қазақстандық қыздың тарихын айтамын. Олар ақша табу үшін шетелге кеткен, бірақ өз өмірлерін адамдар үшін қарапайым ресурсқа айналдырған қолдау. Сондықтан видео соңына дейін қараңыз, осындай схемалардың қалай жұмыс істейтінін біліп, қыздардың тағдырын қайталамау үшін. Анельдің оқиғасы. Оқиға кезінде Анельге 27 жас болды. Барлық өмірін Қазақстанда өткізді, еңбекқор және қабілетті қыз еді, тіпті бір рет киноға түскен. Бірақ ақша әрқашан жетпейтін. Ол оңай жол іздемеді, тек ақша табуды және өзіне жақсы болашақ құруды қалады. 2022 жылдың жазында бір күні ол бос орынға кездесті. Таиландта тіркелгендей компанияда клиенттермен жұмыс істейтін менеджер қажет болды. Нақтырақ айтқанда, елдің солтүстігі Чанграйда. Ол бұл тамаша мүмкіндік деп ойлады және өткізіп жібергісі келмеді. Ол дереу жұмыс берушімен байланысып, тұрақтылық пен ресми жұмыс мүмкіндігін сұрады. Ол барлық жайлы шарттар мен барлық формальдық мәселелерді шешуге уәде алды. Бір ғана билетке өзіне сатып алу қажет болды, ал қалғанын жұмыс беруші өз мойнына алды. Анель еш күмәнсіз келісіп, билеттерді сатып алып ұшып кетті. Ұшақта отырып, оның ойында жаңа елдегі жұмыс кестесі, офис, ақша табу мүмкіндігі елестеді. Ол жаңа, жақсы өмірге қуанып отырды, бірақ шындық оның ойынан алыс еді. Ұшақ Таиландқа қонған соң, оны компанияның қызметкерлері сәнді көлікте қарсы алып, презентабелді қонақ үйге орналастырды. Барлығы веб қонақ сияқты көрінді. Барлығы жақсы көрінді, қауіпсіздік сезімі болмады. Қызбен өте әдепті сөйлесті. Ол ойлады, қалай бәрі ресми. Ертеңгі күні Анельге әрі қарай бару керек болды. Жұмыс беруші Чанграйдағы офиске апаратынын айтты. Анель айтып береді, біз ауылдардан өтіп, паспорт бақылаудан өттік. Маған Таиландтан шығу штампы қойылды. Шын мәнінде, Анельді Лаосқа, Таиланд пен шекаралас басқа елге апарған. Анель ештеңе түсінбеді. Оны қайда апарып жатыр? Не болып жатыр? Бәрі жақсы сияқты еді. Достарына қоңырау шалуға да мүмкіндігі болмады. Сим карта жұмыс істемеді. Лаоста болғанда қыздың барлық үміті сынды. Оны қонақ үйге емес, жатақханаға апарды. Анель өз бөлмесін көргенде жылай бастады. Ол қандай қақпаққа түскенін түсіне бастады. Анель еске алады, мен келген бөлме 8 адамға арналған еді, уәде етілген 2 бөлмелі немесе қонақ үй емес. Көргенімде шокта болдым. Онда қараусыз лас, жаман иіс. 3-ші күнімде душқа кірмей, басымды табақта жуған едім. Шарттар қорқынышты. Антисанитария, лас, шашылған заттар, жағымсыз иіс. Гигиена жоқ. Бізді дәретханаға тексеру, есірткіге тексеру, қан тапсыруға мәжбүрледі. Тамақ қарапайым Қытай тағамы еді, мен үшін ыңғайсыз. Шын жұмыс мұндай лагерлерде физикалық емес, алаяқтық пен онлайн қылмысқа байланысты.
Олар адам саудасы, онлайн алаяқтық, заңсыз құмар ойындар мен бопсалаумен айналысады. Мұндай лагерлерді көбіне Қытай, Тай және Лаос қылмыстық топтары басқарады. Мемлекеттік бақылау минималды. Казино, қонақ үй және бизнес орталықтар деген атпен шетелдік жұмысшылар үшін толық кешендер жұмыс істейді. Жұмысшы лагерге келісімен телефон мен паспорттары тартып алынады. Қарсыласса физикалық және моральдық қысым көрсетіледі. Жұмысшы дұрыс жұмыс істемесе, оны басқа лагерге сатады. Кішкентай қателік үшін $500,000 айыппұл салынады, кейін жалақыдан ұстап қалады. Шығып кету немесе қашу мүмкін емес. Қоршау жабық, күзет 24/7 жұмыс істейді. Сәттілікке қарай, Анельдің телефон мен паспорты алғашқы күндерде алынбады, интернетке шыға алды. Алдымен ол келісім жасауға тырысты. Кеткісі келетінін, билеттерді өзі төлейтінін айтты. Бірақ жауап барлығы сияқты болды. Сен бұл жерде қалауың керек, 1 жыл жұмыс істеу керек. Анель телефоны арқылы интернетке шығып видео үндеу жазды. Орнын, қалай келгенін және жағдайын көрсетті. Видео бұқаралық ақпарат құралдарында шықты. Содан кейін дипломаттар, консулдық, журналистер, туыстар араласты. Қазақстанда оның арызы бойынша заңсыз еркіндіктен айыру бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ағасы босатуға белсенді қатысты. Бірнеше күннен кейін Анель босатылды. Лаостан шығарылды және 26 тамыз 2022 Қазақстанда. Ол әлеуметтік желілерде жазды: "Мен үйдемін, менің Қазақстаным". Отбасы, достар, тіпті бөтен адамдар қуанды. Мұндай жағдай ерекшелік. Құқық қорғаушылар мен халықаралық есептер бойынша әр жыл сайын жүздеген Қазақстан және ТМД азаматтары шетелде еңбек құлдығына ұшырайды. Тагинаның оқиғасы 2017 жыл. Тагина сол кезде 24 жаста еді. Қазақстанда толық сүйіспеншілікке толы отбасында өмір сүрген. Ол жақсы өмірді армандап, еш нәрседен қысылмауды қалайды. Бір күні интернетте тартымды вакансия көрді. Қонақ үйде жұмыс, жоғары жалақы, тұру мен тамақ қамтамасыз етіледі, шетелде жұмыс. Ол ешкімге айтпастан дайындалып Қазақстаннан ұшты. 27 шілде 2017 жылы Астанадан ұшып, Дубай арқылы Бахрейнге жетті. 28 шілдеде Тагина ата-анасына қонақ үйде горничная болып жұмыс істейтінін хабарлады. Бөлмесінің фото және видео жіберді. Анасы бойынша қыз қорқып, уайымдаған көрінді. Келесі күні таңертең ол телефон алып жүруге болмайтынын айтып жұмысқа шықты. 29 шілдеден бастап байланыс тоқтады. Ата-анасы полицияға, Сыртқы істер министрлігіне хабарлады. Бұқаралық ақпарат құралдарында Тагина сексуалды эксплуатацияға ұшырауы мүмкін делінген. Бір қызы ата-анасына аудио жазба жолдаған, онда құжаттарын тартып алғанын және қонақ үйден шығуға болмайтынын айтқан. Көп күннен кейін 7 тамызда Тагина Қазақстанға оралды. Қазақстан дипломаттары мен Бахрейн полициясы бірлескен тергеу жүргізді. Қай адамдар оны ұстағаны, қандай келісім бойынша жұмыс істегені ресми жарияланбады. Ресми ақпарат тек бір нәрсені көрсетеді: қыз өзі Қазақстанға оралды. Тагина психологиялық травма алды. Оралған соң аз сөйлесті, жабық болды, қолдауға мұқтаж болды. Анель мен Тагина оқиғалары әр түрлі елдерде, әр түрлі жағдайда болғанымен ортақ нәрсе бар. Екеуі де шетелге ақша табу үшін, өмірін жақсарту үшін кеткен. Екеуіне де ыңғайлы, қауіпсіз, адал жұмыс уәде етілген, бірақ шындық мүлде басқаша болды. Бұл тек екі оқиға, ал жүздеген, мүмкін мыңдаған жағдай бар. Онда ТМД елдерінің жас қыздары жеңіл ақшаға алдандырылады, бірақ шынайы еркіндіктен айырылып, тек басқа адамдардың бар. Егер шетелде жұмыс іздесеңіз және бірде-бір нәрсе күдік туғызса, уәде тым тәтті болса, сұхбат күмәнді көрінсе, бас тартудан қорықпаңыз. Өмір мен еркіндік кез келген жоғары жалақыдан маңызды. Назар аударыңыз, жұмыс берушілерді тексеріңіз, күмәнді көрінуден қорықпаңыз. Күдік адамдарды қайталанбас оқиғалардан сақтайды. Және каналға жазылыңыз, егер сізге шынайы қылмыстық тергеулер, құтқару тарихы және әшкерелеу қызық болса.
Менде бірнеше жаңа видео бар, олар сізді таңғалдырады.